Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен татар елінің ұлттық тағамы учпучмакты дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге су қажет болады. Оның үстіне пісте майымызды құямыз және тұзымызды салып, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Осы сұйықтықтың үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз біздің кәдімгі мантыға илеген, бешбармаққа илеген қамыр секілді. Жақсылап тұрып, басын біріктіріп, июі қанғанша жақсылап қамырды илейміз. Қамырымыздың барлығын ешқандай ұн қалдырмай жақсылап тұрып илеп аламыз. Неге біздің қамырымыз дайын болды. Дайын қамырдың үстіне целлофанымызды жауып, демалдыруға қойып қоямыз. Біз әзірше салмасына кірісетін боламыз. Салмасына бізге пияз керек болады. Пиязды осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Салмасына қажетті заттардың барлығын 4 бұрышты етіп тураймыз. Оның ішінде картошкамыз бар, тауықтың төс еті керек болады. Солардың барлығын 4 бұрышты етіп жақсылап турап аламыз. Видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі шыққан видео сізге бірінші болып баратын болады. Алдағы уақытта көп деген жаңа және тауық төс етінде жіңішке етіп 4 бұрыштап, бұны да турап аламыз. Кубиктап турап аламыз. Енді дәміне қарай тұзымызды саламыз. Қара бұрыш, түрлі дәмдеуіштерді салсаңыз болады, өзіңіз қалаған. Және паприкамызды салып, жақсылап тұрып фаршымызды араластырып аламыз. Қамырымызды жайып бастадым. Кәдімгі мантыға жайған қамыр ұқсатып жаямыз, жұқалау қылып. Осылай барлығын бір тегіс етіп жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, қамырымызды осылай кесіп аламыз. 4 бұрышты майда бөліктерге бөлеміз. Мұқият қараңыздар. Тию әдісі мантыға ұқсас болғанымен фаршымызды ортасына салып, тек 4 бұрышын ғана бекітеміз. Осылайша барлығын жасап, мантаваркаға қайнаған суда 30-35 минутқа дейін пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Балаларыңызға, отбасыңызға бір жасап бергеннен кейін екінші рет қайтадан сұрайтын болады. Неге біздің учпучмак тамағымыз дайын. Әртүрлі шөптерменен безендіріп, қасына қаймағын қосып берсеңіздер, өте дәмді болады. Менмен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Видео ұнаса лайк басып, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын.